Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху деген кезде не болды? Неше сауап? 30 сауап. 30 сауап кетеді. Енді қараңыз, жалпы, мысалы, сіз үйге кіріп келесіз. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп амандасып кіру керек біз ғой. Сүннет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді қараңыз, мысалы, сіз балдарыңыз кіріп келді амандасып, да? Сіз кухняда посуды жуып жатырсыз. Естімей қалдыңыз. Онда сізге уәжіп емес. Кімге уәжіп? Жауап беру. Естіп тұру, сіз есту керексіз. Егер мысалы сізде бір алыстан ассаляму алейкум рахматуллахи деп сізбен амандасса, алыстан, ол уәжіп емес сізге жауап беру. Ол жауап беру үшін сіз не істеу керексіз? Есту керексіз міндетті түрде. Енді былай жауап бересіз ғой, бірақ сізге ол уәжіп емес. Кімге уәжіп? Естіген адамға. А егер сіз Құран оқып жатсыз, ұзақ аят келді, Құран оқып жатсыз, бір аятты сіз не істеу керексіз? Бітіру керексіз ғой. Мысалы, Нұрсұлу Құран оқып жатыр, иншалла. Ұзақ сүре келді Бақарада, мысалы, бір или былай, аят сүре емес, аят дейікші, мысалы, оқып жатыр, аятты бітіргеннен кейін не істеу керек? Жауабын қайтару керек, беру керек. Уағалейкум ассалям рахматуллахи ва баракатуху. А мысалы, мен кіріп келдім, үйіңізге, мысалы, үйіме бардым, қазір ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху, үйіме кіріп келдім. Үйімде адамдар ұйықтап жатыр. Не істейміз? Оларға уәжіп емес үшін. Себебі ұйықтап жатыр. Айттық қой біз, уәжіп кімге болады? Естіген адамға болады. Сол үшін сабаққа егер кіріп келген кезде бір ассаляму алейкум десе, бір адам жауап берсе, болды, мойнынан түседі деген нәрсе. Дәлізге мойнынан түседі деген нәрсе.